Баяғы заманда үлкен орманда жануарлар өмір сүріпті. Орманның ішінде түрлі аңдар, құстар, түрлі жәндіктер, тіпті су жәндіктері де болыпты. Олар бір күні өздеріне патша сайлауды шешеді. Солай барлық жануарлар жиналып, кімнің ең лайықты екенін ойластыра бастайды. Алдымен арыстан шығып, мен күштімін, ормандағы ең мықты аңмын, мен патша болуым керек дейді. Келесі болып піл келіп, мен үлкенмін, барлығын қорғап қауіптен сақтаймын, мен патша болуым керек дейді. Сонда түлкі келіп, өзінің тапқырлығын көрсетіп, мен өте ақылдымын, қиын жағдайда дұрыс шешім қабылдай аламын, мен патша болуым керек деп өз сөзін айтады. Барлық жануарлар ойланып бір-біріне қарады. Әрқайсысы да патша болғысы келеді, бірақ кімнің ең лайықты екенін шеше алмайды. Сонда кішкентай ғана қоян келіп былай дейді: менде үлкен күште жоқ, менде піл сияқты алып емеспін, түлкі сияқты тапқырлығым да жоқ, бірақ менің бір ұсынысым бар. Патша өзімен бірге барлық жануарларды жақсы көруі керек. Күштілерге қарамастан, кішігірім жануарларды қорғай алатын ақылды әрі мейірімді патша болғаны жөн дейді. Бұл сөздерді естіген жануарлар ойланып бір-біріне қарайды. Барлығы қоянның даналығына мойындап, оның айтқанына келіседі. Солай орманның барлық тұрғындары бірігіп, жануарлар патшасын сайлаудың орнына барлығы бірге өмір сүруді ұйғарады. Барлығы бір-біріне қамқор болуды шешеді. Сол күннен бастап ормандағы барлық жануарлар бір-біріне көмек беріп, тату-тәтті өмір сүре бастайды.